жасауға болмайды дегенді үнемі ескертіп тұратын ескерткіш болуы тиіс. Осы алаңға халық өзінің наразылығын білдіріп, митингге жинала қалса, полицейлер келіп, адамдарды қолын қайырып, автозаққа тығып алып кетеді. Ал енді мына ескерткіште тұрған халықты, ескерткішке айналған халықты, неғып сендер заңсыз митингге шығып тұрсыңдар деп, ертең автозаққа тығып әкете алмайды. Солай ғой? Иә. Бұл мінеки, халықтың сесі, үні, даусы, жансыз бейне болса да, сездіріп тұрады, айғайлап айтып тұрады. Бұл тарихтан емес, кез келген уақыттағы билік басындағылардың халықпен санасуы қажеттігін ұқтыратын құдіретті бір белгі болу керек. Дұрыс екен. Полиция білсін, прокуратура білсін, КНБ білсін, осы жерде жүрген. Полиция, прокуратура, КНБ көріп отырмыз ғой. Осы жерде қасымызда жүр, съемканы жасап. Мынау жігіт полициясыз ба? Қайдан? А? Қайдан? Не здесь, не жасайсыз? Прокуратура? Ну как нет? Видно же вас по вас. Мы сейчас с ребятами шептались, там стояли. Не, пожалуйста, я не против, я просто говорю, чтобы они знали, что ответственность будет обязательно. При нынешнем мы будем живы, все к ответственности будут привлечены. Иначе мы из своей истории никогда уроков делать не будем. Через 5, 7, 10 лет опять будут стрелять, опять будут убивать, опять будет кто-то собираться говорить, ах, как жалко, что это такое? Тәуелсіз қоғамдық комиссия осы алаңда қанша адам, қандай жағдайда оққа ұшты, жарақаттанды, не болмаса қаза тапты, соны анықтау жұмыстарын бастады. Айтарымыз, осы алаңдағы 6 күні болған куәгер адамдардың бізге келіп жолығуларын сұраймыз. Осы уақытқа дейін 30-дан астам адам, Қойшеке солай ғой, анықталды, куәлік берді, бейне таспаға жазылды. Оны ары қарай анықтауымыз керек. Содан кейін сол оқ атқандар табуымыз керек. Оны әскерилер атты ма, полицей атты ма, снайпер болып отырғандар кімдер? Әр қайсысын тауып анықтап, соларды жазаға тартуымыз керек. Олардың тым болмаса бір жартысы жазаға тартылмаса, оқ атуға құлшынып тұратын, жаңағыдай жауыздыққа баратын полицейлердің қатары тыйылмайды. Біз бәріне тоқтау салуымыз керек. Уже здесь же будет цвет флага, да? Да. Мы приносим извинения, просто торопились к сегодняшнему дню. Макет, флаг будет, естественно, цвета натурального. Да. А эмалью сделаем бирюзовый, да, как. Эмали, возможно, он будет в дырках, вот здесь дырки есть, дырки. Дополнение, да? От пуль. Ну, пока Да, что да, это да. эскиз, поэтому сильно это здесь детализации такой нету. Далее будем работать над рабочим макетом. Ага, мы сказал историк, Да. но мы реально всех людей, которые детей были убиты, Да. вот они будут здесь, дети. Просто мы хотели образно. детей отдельно, образно показать.